Сәлеметсіңдер ме, балалар? Дүниетану сабағында сендерді көруге қуаныштымын. Менің аты жөнім Исаинова Гүлсім Оразовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам мен табиғат. Біз, балалар, қызықты да, қыр-сыры мол, ғажайып әлемде өмір сүріп жатырмыз. Айналаға қарасақ, бізді көптеген заттардың қоршап жатқанын білеміз. Олар неше түрлі әдемі ғимараттар, жолдар, көпірлер, ұшақтар, жиһаз және тағы басқалары. Бірақ айналамыздағы заттардың көпшілігі адамның көмегінсіз өздері пайда болған. Оларға жер мен су, ағаштар мен жануарлар, күн мен ай, аспан жатады. Оларды бір сөзбен табиғат деп атаймыз. Естеріне түсіріңдерші, табиғатты неше бөлікке бөлеміз? 2. Қандай? Дұрыс, жанды және жансыз табиғат. Жанды табиғатқа не жатады? Адамдар, жануарлар, балықтар, құстар, өсімдіктер. Жансыз табиғатқа нені жатқызамыз? Күн, ай, аспан, жұлдыздар, таулар, тастар. Жанды және жансыз табиғат белгілерін есімізге түсірейік. Жанды табиғат туады, қоректенеді, тыныс алады, өседі, көбейеді, өледі. Ал жансыз табиғат тумайды, қоректенбейді, тыныс алмайды, өспейді, көбеймейді және өлмейді. Адам мен табиғат бір-бірімен тығыз байланысты. Табиғат адамның өмір сүру үшін қажеттінің барлығын береді. Ауа, су, жарық, тамақ және тағы басқалары. Адам қоршаған ортаны, жанды және жансыз заттардың қасиеттерін зерттеп, оларды қолдануға үйренді. Мысалы, таспен ағаштан үй салады, балшықтан ыдыс жасайды, отпен жылынып тамақ пісіреді. Жануарлардың терісінен киім тігіп, етін тамаққа қолданады. Яғни табиғат адамды тамақтандырады, киіндіреді және оған қажетті заттардың барлығын береді. Сондықтан табиғатты аялау керек. Табиғат біздің өмірімізде қандай орын алады? Сұрақтардан кейін бейнені тоқтатып, жауап беріңдер. Күн не үшін керек? Күн жарық пен жылу береді. Күн болмаса, жер қараңғы болады және қатып қалады. Жаңбыр не үшін керек? Жаңбыр өсімдіктерді суарады, жердегі шаңды басады. Құстар не үшін керек? Олар зиянды жәндіктерді жейді. Адамға жұмыртқа, ет, қауырсын береді. Ағаштар не үшін керек? Олар ауаны тазартады, көлеңке жасайды. Олардан адамға қажетті заттар жасауға болады. Мысалы, отын, жиһаз, музыкалық аспаптар және тағы басқалар. Өсімдіктер не үшін керек? Көптеген өсімдіктердің пайдалы қасиеттері бар. Олардан емдік қасиеті бар шай дайындайды. Өсімдіктерді жануарлар жейді. Жануарлар не үшін керек? Кейбір жануарларды адамдар қолға үйретті. Олар адамға ет, сүт, тері береді, көлік болады, үйді күзетеді. Су не үшін керек? Сусыз адамға, жануарларға, өсімдіктерге өмір жоқ. Суды біз тазартып ішеміз, суға түсеміз, кемемен жүземіз, жүк тасимыз. Суда адамға тамақ болатын балықтар өмір сүреді. Табиғат үнемі өзгеріп тұрады. Мысалы, ауа райы, күн мен түн алмасуы, жыл мезгілдерінің ауысуы. Сендер білесіңдер ме? Түн мен күн қалай алмасады?
Онда келесі бейнероликті көріңдер. Бұл шар күн. Ол өте үлкен, жарық және ыстық. Ал мынау шар біздің үйіміз, жер планетасы. Ол күнді айнала қозғалады. Ал күн жерге жарық береді және оны жылытады. Жер күнді толығымен айналғанда 365 күн өтеді, яғни 1 жыл. Ал сонымен қатар біздің планетамыз өзінің осімен айналады және бір толық айналымды 24 сағат ішінде жасайды, яғни 1 тәулікте. Сонымен жер әрдайым қозғалыста болады және ешқашан тоқтамайды. Жердің осы қозғалысына байланысты бізде әртүрлі жыл мезгілдері бар және күн мен түн. Күн мен түн қалай алмасады екен? Күн жердің тек бір жағына жарық береді. Қолшам сияқты. Бір жағы жарық болады, ал екінші жағы қараңғы. Біз білетіндей, жер өз осімен айналады. Сондықтан күнге қарай біресе бір жағы, біресе екінші жағы бұрылады. Осылайша күн мен түннің алмасуы болады. Бұлай елестетейік. Қызыл нүкте – ол сен, ал сары нүкте – сенің досың. Ол жердің басқа бөлігінде тұрады. Қазір сен жердің жарық бөлігіндесің, яғни сенде күн және жарық. Ал сенің досында дәл сол уақытта қараңғы және күн жоқ, яғни онда түн. Елестете аласың ба? Сенде қазір күн, ал сенің досында түн. Бірақ шамамен 12 сағаттан кейін жер айналады. Сол кезде сенде түн, ал сенің досында күн болады. Балалар, енді сендер күн мен түннің алмасуы туралы білесіңдер. Өздерін тәжірибе жасап көріңдер. Қолдарына допты алып, оған қолшамды жағып, жарық түсіріңдер. Жарық түскен доптың бөлігінде күн, ал екінші бөлігінде түн екенін дәлелдеңдер. Балалар, кейбір заттарды табиғат, ал кейбіреулерін адам жасап шығарғанын біз білеміз. Онда оларды ажырата аласыңдар ма? Соны көрейік. Бірінші суреттегі барлық заттарды атайық. Шаңышқы, ағаш, майшам, қоян, шұжық, бұлттар, балық, шам, өзен, теледидар, шөп, қалам, тікұшақ, күн, телефон, гүл. Енді табиғат жасаған қоршаған ортаның заттарын жасыл түспен, ал адам ойлап тауып шығарған заттарды қызыл түспен қорша. Бейнероликті тоқтатып, тапсырманы орында және артынан тексер. Егер де сендер осылай қоршасаңдар, өте жақсы. Яғни сендер барлығын дұрыс жасадыңдар. Адамдар әрдайым табиғат ғажайыптарын бақылап, өздері әртүрлі заттарды ойлап тауып шығарады. Мысалы, жарық қоңыздарға қарап, әртүрлі гирляндаларды ойлап тапты. Қалай ойлайсыңдар? Құстың қанаттарын жайып, ұшып жүргеніне қарап, адам не ойлап тапты? Ұшақ. Қараңдаршы, ұшақ бөліктерін де құстың дене мүшелері сияқты атады. Тұмсық, дене, қанаттар, құйрық деп. Ал инелікке қарап, не ойлап тапты екен? Тікұшақ. Тікұшақтың қалақтары инеліктің қанаттарына ұқсас, және оған ұшып шығу және отыру үшін ұзын жол керек емес. Ол тіке ұшып, тіке отырады. Адамдар суда жүзіп жүрген балықтарды бақылап, не ойлап шығарды? Сүңгуір қайық. Оның пішіні балыққа қатты ұқсайды. Сондықтан да олар суда кедергісіз жақсы жүзеді. Күнге қарап, не ойлап шығарылды?
Шам. Ол күн түспейтін жерге немесе қараңғы кезде бізге жарық береді. Маса. Ол адамға қандай затты ойлап табуға көмектесті? Қалай ойлайсыңдар? Шприц. Адамдар масаның біз тұмсығына қарап, шприцтің инесін ойлап тапты. Ал өзен, көлдерге қарап, адамдар не ойлап тапты? Хауыз. Қалада немесе ауылда өзен болмаса, суға түсуге хауызға барамыз. Ал сендер жүзу білесіңдер ме? Бүгінгі сабақта сендер адам мен табиғаттың бір-бірімен тығыз байланысты екенін, адам табиғат бөліктеріне қарап, әртүрлі заттарды ойлап тапқаның, күн мен түннің алмасуын білдіңдер. Енді адам ойлап тапқан және табиғат жасаған қоршаған ортаның заттарын ажырата алатын болдыңдар. Табиғаттың біздің өмірде қандай орын алатынын және табиғатты аялау керектігін түсіндіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларына рахмет. Сау болыңдар, балалар.